Баршаңызға сәлем, сіздермен Манат. Бүгін біз асқабақтан өте дәмді ас дайындайтын боламыз. Менің YouTube каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай асқабағымызды сыртын ашып, ішіндегін бәрін тазалап, картопымызды сыртын ашып, барлығын жуып тазалап, осылай екеуін де жұқалап турап аламыз. Қараңыздар, асқабағымыздың барлығын бір келкі етіп, жұқа қылып турап аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өйткені асқабақтың құрамында өте дәрумендер көп. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Картопымызды да дәл осылай жұқалап турап аламыз. Ендігі кезекте етімізді ұсақтап турап аламыз. Барлығын осылай турап аламыз етімізді. Етіміз дайын. Енді бұл жердегі жылқы бүйрегі, бұны да ұсақтап дәл ет сияқты қылып турап аламыз. Міне барлығы дайын. Енді пиязымызды да дәл осылай жұқалап турап аламыз. Қарап отқандарыңыздай барлық қоспаларымыз дайын. Асымызға қосатын дәл осылай барлығын турап дайындап алған дұрыс. Өйткені майымызға біртіндеп салып отырамыз, қызған майымызға. Отқа майымызды қойып, қыздырып, осылай етімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Етіміз қызарған соң пиязымызды салып, оны да қызарғанша қуырып аламыз. Бір ас қасық тұз салдым. Дәміне қарай өздеріңіз көресіз. Өлшеп салып берсеңіздер болады. Енді кезекте картопымызды саламыз. Оны да дәл осылай қызарғанша қуырып аламыз. Ендігі кезекте жылқы етінің бүйрегін қосатын боламыз. Оны көп қуырмаймыз. Көп қуырылса, ол қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан майымызға, қызған майымызға 1-2 ұнатып аламыз. Одан соң асқабағымызды саламыз. Және оны да қуырмаймыз, жақсылап араластырып аламыз. Барлығы араласқаннан кейін бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Және бұған бір айта кететіні, бұған су құйылмайды, өйткені асқабақтың құрамында су өте көп. Қараңыздар, асқабақтың суына өзі бұқтырылып пісіп шықты. Жарты сағаттың ішінде дәл осылай пісіп шықты. Қазанның түбіне қарасаңыздар, көрініп тұр, әлі де суы бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бұл өте дәмді ас. Міне қарап отырғандарыңыздай асқабағымыз пісіп шықты, картопымызда, етімізде бәрі жақсы пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Егер де сіздерге осы ас ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Қарабаева Манат.